Негізі осы бала кезімізде Қожа Насыр туралы қызықты әңгімелер көп айтылатын еді. Түрлі анекдоттар көп болатын еді. Бір әпенді адам сияқты елестететін біз. Кейінгі жылдары Қожа Насыр деген адам өмірде болған, ол біз ойлағандай күлкіге қалып жүрген адам емес деген ақпараттар шыға бастады. Біздің Серікгүл де сондай тарихи деректерді естіп, материал дайындапты. Көрейік. Қожа Насыр әзілдері бала кезден бәрімізге таныс, алайда көбіміз Қожекеңнің қайдан шыққан, кім екенін білмейміз. Өйткені оның өмірінен гөрі әзілі жанымызға жағатын. Дегенмен түркі дүниесіне ортақ тұлғаларды зерттеген ғұлама Мұхтар Әуезов Қожа Насыр әңгімелері қазақта кең тарағанымен өз басы қазақ емес екенін айтады. Сонда Қожа Насыр қазаққа қалай келді? Насретдин Hoca Қожа Насыр түркі дүниесінің ортақ философы. Соған байланысты бүгінде оны барлық түркі әлемі бөлісе алмай отыр. Тіпті түркиялықтар өз ішінен Қожа Насырға таласып жатады. Ақшекердегілер ол жерде өлген үшін біздікі дейді. Ескішекердегілер 10 жылда бір мазар тастауып, Қожа Насыр осы жерде өмір сүрген дейді. Кайсериде қызының мазарын тапқандар Қожекең кайсерилік деп отыр. Мысалы, алдар көсе сіздерде ғой. Сіздер Қожа Насырдың бір әзілін алып, алдар көсе айтыпты деп те айта бересіздер. Міне сол сияқты. hemen aldar köşeye bağlayıverir. Қожа Насырдың әзілдерін 45 жыл бойы зерттеген профессор Сайым Сакаұлы кей деректерде оны әулие ғалым деп көрсеткен дейді. Сондықтан тұлғаның қағытпа сөздері, әзіл аралас философиялық әңгімелері түркі халықтарының бәрінде кездеседі. Алайда көпшілік арасында соңғы жылдары анекдот немесе жеңіл-желпі әзіл оспақтарды да Қожа Насырға телей беретін әдет қалыптасқан екен. Мысалы, Қожа Насыр айтыпты деген 2000-нан астам әзіл астарлы оймен жеткізілген жазбалар бар. Алайда бұның 200-ден астамы Қожа Насырдікі емес. Мен бұларды ғалымның шығармашылығына сырттан қосылған жазбалар деймін. Содан да болар Қожа Насырдың образы қазір өзгерген, әрі Қожекеңнің өмірін бейнелейтін нақты жазба әдебиетте тапшы. Дегенмен кей мағлұматта Қожа Насырдың 1208 жылы Түркиядағы Сивриксар жанындағы Хорту ауылында дүниеге келген айтылған. Кейін Конияға өтіп білімін жетілдірген. 1237 жылы Ақшекерде әйгілі сопы ғалымдардан сабақ алады. Sivrihisar'dayken evleniyor. Қожа Насырдың есегіне теріс мінгені туралы әзіл барлық түркі халықтарында бар. Алайда оны әркім әртүрлі айтып жүр. Соның ішінде ең көп таралғаны Қожа Насыр есегіне теріс мініп, балаларға сабақ үйретіп келе жатыр дейді. Бұл жалған. Görkemli, daha gösterişli. Бүгінде Қожекеңнің мазарына келгендер жымиып езу тартады. Өйткені мазардың дәл алдында күлімсіреңіз, сіз дүниенің дәл ортасында тұрсыз деген жазу қалған. Nasrettin Hoca ile ilgili olarak Türk Қожа Насыр есегіне теріс мініп сабақ үйрететіндей ақымақ адам емес. Ғалымнан 100 жыл кейін өмір сүрген алмандық тағы бір тапқыр адам бар. Оны түркиялық зерттеушілер жақсы біледі. Ол адам да есегіне теріс мінген. Яғни ерте заманда тапқыр адамдар есегіне теріс мініп, адамдардың ойын, тапқырлығын, көзқарасын білгісі келген. Бұл бір дәстүр ғана болуы мүмкін. Hoca böyle eşeğin üzerinde ders verecek bir insan değildir. Жол түсіп Ақшекерге барсаңыз, Қожекеңнен қалған алып қазанды көресіз. Бұл әулиенің дүниежүзіне ең көп тараған әзілдерінің бірі. Алайда Сайым профессордың айтуынша, дәл осындай танымал әңгімелерінің біразы өзге тұлғалардың да еңбектерінен кездесіп қалады екен.